Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз үй жағдайында құрамына айран қосылған өте оңай дайындалатын кекс дайындаймыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Және де каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Үш жұмыртқаның үстіне қант саламыз, жақсылап араластырамыз. Қанты ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне айран құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін күнбағыс майын құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстіне су құямыз. Судың температурасы маңызды емес. Суды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізіп алған ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышты салып, араластырып алып, 2-3-ке бөліп салатын боламыз. Ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де барлығын салып, араластырып болғаннан кейін бізде осындай масса пайда болады. Өте қатты сұйық емес, және де қатты қою да емес. Енді осы массаны мен кондитерлік қапқа құйып аламын. Солай ыңғайлы, және де формаларға құйып шығатын боламын. Барлығын құйып дайындап болғаннан кейін қысып тұрған пеште 20-25 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Міне біздің кекстарымыз осылай пісіп шықты. Көтеріліп, бәрі жұмсақ, дәмді болып шығады. Және де бетін әсемдеу үшін мен осындай қант ұнтағын септім. Сіздер сеппесеңіздер де болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын, сіздермен болған Мөлдір.